Так, мінекей жаңа педагогика тәсілдемесінің аясындағы ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар электронды тасығышқа ақпаратты сақтау. Келесі сұрақ: оқушылардың өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және баяндауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы. Бұл тапсырмаға бағытталған. Тапсырмаларды білу, тапсырмаға бағытталу. Жеке адамға ықпал ететін әлеуметтік факторлар: бұл тұқым қуалаушылық, орта және тәрбие. Біз осыған дейін 100 сұрақты қарастырдық, енді 100 сұрақты қарастыратын боламыз. Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығы мен ерекшеленетін оқушыны анықтайтын өлшем. Бұл өз білімін жетілдіру. Келесі: білім беру мазмұнын анықтайтын нормативті құжат. Бұл оқу жоспары және оқу бағдарламасы. Нормативті құжат. Келесі: Бленк мен Вильям зерттеулерінде сыныптың қара жәшік метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясы оқушылардың өзін-өзі бағалауын дамыту. Так, сонымен қара жәшік метафорасы ол оқушылардың өзін-өзі бағалауын дамыту. Так, Мерсер зерттеулеріндегі сәйкес әңгіме дебат барысында бұлар ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады дейді. Так, әңгіме дебат. Жарайды, келесі: бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі дейді. Бұл оқушыларды өзін-өзі бағалау. Бұл негізі қайталанған сұрақ, Так, келесі: тестілеу үшін дайындалған сұрақтар арқылы немесе бұрын өткендерді есте түсіруге ынталандыру үшін сұраққа берілген сілтемелерге сүйене отырып жауапты ойлауға жол сілтеу арқылы жинақталған білім мен ұғымдарды толықтыру. Бұл декламация деп аталады. Декламация. Vygotsky'дің пікірінше, оқушының өзекті даму деңгейі бұл міндеттерді өз бетінше шеше алуы. Міндеттерді өз бетінше шеше алу, өзіндік даму. Vygotsky. Так, балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасап, түсінікке негізделген оқыту ортасы. Бұл білік, түсінік. Келесі: тұлғаның өз санасына және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білуі. Бұл зерде теориясы. Холберг бойынша моральдық пайымдаудың екінші деңгейі бұл дәстүрлі моральдық пайымдау болып табылады. Келесі: жетекшілік оқушыларды біртіндеп тапсырманы аяқтауға итермелеуінде көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдау. Бұл көпіршелер тұрғызу. Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелері, ой мен ойлау, уақиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі. Бұл семантикалы деп аталады. Семантикалы. Келесі: білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңіз. Жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді дейді. Так, кілт сөздер табайық бұл жерде. Так, білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің, тәуелсіз болатын типті. Жұмыстың қиындылығы айқындалып, мақсатын орындау ұзақтығы, нәтижесін белгілейді. Так, құндылығын. Келесі: педагогикалық жаңалықтары қабылдауға
шығармашылыққа қажетті рухани мәдениет, инновациялық. Енді шығармашылыққа қажетті рухани мәдениет деп отыр, дұрыс. Выгонский бойынша психологиялық дамудың қозғаушы күші, психологиялық даму. Выгонский бұл дамуды зерттеп отыр ғой, сонда психологиялық даму ол оқыту. Так, ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу. Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу бұл талқылау сипатына тән білімді игеру үлгісі. Так, талқылау. Ой бөлісу талқылау болып табылады. Дидактиканың алтын ережесін құрған дидактика Каменский, жерде Сухолинский терезе туралы айтылған. Так, кеттік. Білім берудегі инновациялық үрдістер, дәстүрлі мәселелерді жаңаша оптималды шешу нәтижелерінде қолданылатын педагогикалық үрдіс. Бұл жерде кілт сөз, білім беруде инновациялық, ол дәстүрлі мәселелерді жаңаша оптималды түрде шешу. Так, Брунердің көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушылардың дамуындағы ересек адамның ролі, оқудың дамуындағы түрлі деңгейдегі қолдауы дейді. Қолдау, орта дайындау деп әртүрлі келеді. Бұл жерде оқудың дамуындағы түрлі деңгейдегі қолдау дейді. Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудағы эмоционалдық мақсат. Күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету. Қолайлы орта. Так, кеттік. Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз. Оқудағы қиындықтарды анықтау. Кедергілер оқудықтағы қиындықтар деп түсінсеңіздер болады. Так, білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысты тереңдетудегі талап ететін оқудың принципі. Белсенділік. Практикасы да бар, басқасы да бар, әрине белсенділік болады. Адам дамуына тәрбиенің жетекшілік ықпал етпеуінің себебі неде болуы мүмкін? Мазмұны мен ұйымдастырылуындағы олқылықтар. Келесі. Ғылымдағы білімнің мазмұнын анықталады. Адам, техника, қоғам, табиғат туралы білімдер негізгі ретінде. Ғылымдағы білімнің мазмұны анықталады. Келесі. Оңайдан қиынға. Бұл әрине түсініктілік. Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай-ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістеріменен түрлерін анықтау бағытталатын бағалау түрі, бұл оқу үшін бағалау болып табылады. Метатануды өлшеудің екінші өлшемі, тапсырмаға бағытталған. Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды, ол оқушылардың жауабына сәйкес шешім қабылдау. Бағалаудың барлық түріне, бізде бағалауда бірнеше топқа бөлінеді, осының барлығында оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту аспектісінің мысалы талдау және бағалау. Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың 5 үлгісіндегі механикалық есте сақтау. Бұл енді үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау. Әрқайсында анықталатын тапсырмаларды шешетін әртүрлі және қайталанатын істердің көмегіменен оқушылардың оқу іс-әрекетін басқару үдерісі жаттығу. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, бұл енді механикалық есте сақтау. Адамгершілік тәрбиесі, бұл жалпы адамзаттың құндылықтарын игеру. Жетекші іс-әрекет ойын болып табылатын жастық даму кезеңі, мектепке дейінгі жас.